айтқан 100 компанияның ішінде тек 10-ға жуық компания менің отбасыма тиесілі деп айта аламын. Оны жоққа шығармаймын деген. Нұр Отанның бірінші орынбасары аталған компаниялардың жартысы банкротқа ұшырағанын айтыпты. Бизнес тәуекел. Сіз тәуекел етіп бизнес ашасыз. Ол бірде болады, бірде болмай қалады. Менің отбасымның бірде біреуі мемлекеттік қызметте жұмыс істемейді. Бұл компаниялар жекешелендіруге қатысқан жоқ. Кейбір кәсіпорындарда арзанға сатып алған жоқ. Бұл интеллектуалды кәсіпорындар және олардың Алматыдағы қызметіне еш байланысы жоқ. Бұл ең бастысы. Ол жерде ірі жобалар жоқ, дейді Байбек. 2015 жылы Бауыржан Байбек Алматы қаласының әкімі болып тұрған тұста Бақ пен әлеуметтік желіде Бауыржан Қадырғалиұлының бай отбасы туралы деректер жария болған. Айта кетейік, Бауыржан Байбектің әйелі Жанар, кенже қарағызы Байбек экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 2018 жылдың 9 қазанындағы нөмірі 768 жарлығына сәйкес Астана қалалық сотына судьясы болып тағайындалған болады. Сіздің ойыңыз маңызды. Өз ойыңызды төменге қалдырыңыз, құрметті көрермен.